Менің әсіл бауырымның жағдайы 84 жылы институт бітірді ғой, энергетический институт бітіріп, сол жылы күзде армияға алынды ғой, жазда бітірді. 1,5 жылдық служба, ол кезде оларда военный кафедра жоқ. Энергетический институт Алматыда бітіргеннен кейін 1,5 жыл армияға кетті. Россияда Ковров деген қалада 6 ай учебкада болды. Сөйтіп артиллерист еді ғой енді мамандығы. Содан не керек, 6 айдан кейін Ауғанстанға жіберді. Өзіміз ауырғаннан өтіп баратқан кезде шығып вагоннан күтіп алып, давай деп анау-мынауымызды беріп жеттік қой енді. Соған дейін Ауғанстанға баратқанын айтпады. Бірақ өзім жүрегіміз сезді. Оларға енді айтуға запрет береді ғой, қайқа баратқандарын. Содан не керек, сол 84-тің күзінде Қандағарға барып түскен ғой. Қандағарда служить етті. Қандағар атынан ақ белгілі отыр ғой, Қандағар деп. Әсілдің служить еткен частысы ДШБ дейді, десантный штурмовой батальон дейді. Постоянно айтатындығын өзі вертолетпен алып келіп бізді тастайды, парашютпен су деген жоқ, бір 3 метрдей биіктіктен секіретіндігіміз деп. Одан парашют анау-мынау суға болмайды, атып түсіреді дейді дұшмандар. Сондықтан аяғымызды секіріп түсетіндігіміз дейді. Сол Қандағарда жүріп талай дұшмандармен соғыстық деді. Даже туалетте автоматпен отыратындығымыз дейтіндігін. Көбінесе соғыс мәселесін айтпайтындығын, өйткені устав бойынша оларға айтуға рұқсат берілмейді ғой. Сонда да арасында сұрағасын, сондай әңгімелер шет жағасын айтып қоятындығын. Сосын не айтуға болады? Енді ол Қандағар мәселесін жақсы бір операция істедік деді. Дұшмандарды бір 3 желеде қолға түсіріп, қырып, жойып көзге түскен ғой сол кезде. Бұл енді көзге түскен үшін ерлік үшін медальмен наградталған. Суреттерінде бар ғой тағып тұрғаны. За боевые заслуги дейді ғой орысша айтқанда. Сондай медальмен марапатталған. Ол медалін үйге алып келді, көрдік. Баяғы Ментешашвили қол қойған, кәдімгі жоғарғы совет президиум секретарының Грузин Ментешашвили еді ғой. Соның қол қойған куәлігімен медалін көрсеткен үйде ғой ол енді. Сөйтіп талай ауыр қиын күндерді өткіздік басымыздан деп айтып отыратындығын. Содан не керек, 84-тің күзіне кеткеннен 86-ның майында қайтатын болып, май емес, апрель айында ол уже Ашхабадқа келеді. Өйткені 1,5 жыл службадан кейін бұларға офицерский звание положено ғой. Өйткені жоғарғы білімді болғаннан кейін Ашхабадта 45 күн учебкада болып, апрель айында, марттың аяғында келді ма, сөйтіп, үшін 45 күн болдық деді ғой. Сөйтіп, учебкадан өтіп, Ашхабадта. Содан 1 май күні Шымкентке келді ғой. Мен как раз жұмыспамен Шымкентте тұғым. Ол кезде 86 жылы әлі бүлікте тұрам. Қара шаңырақта. Содан бауырымды күтіп алып, Шымкентке алып келдік қой, таксилетіп. Ауылда бәрі алдынан айтып қойдық, қарындасым Айпарсын марқұм бейшара бірінші кетті, барып ескерте берейін деп. Сөйтіп, әсіл бауырымызды 86-ның 1 майында үйде кәдімгідей десантный формамен, тельняшкамен дегендей алдына машинаны отырғызып қойып, гуілдетіп әкеп күтіп алғанбыз. Содан кейін 86-тан 96 аралығында өзіміздің ауылдағы бірлікте 10 жыл жұмыс істеді.
Алғаш кезде главный энергетик болдым мамандығымен. Главный энергетик болып сол 7-8 жылда істеді да, кейіннен совхоз тарқай бастағасын жаңағы партком дей ма, не парторг па, партия комитетінің өзі енді коммунист қой, соның несі болып, төрағасы болып, сондай қызметтерді атқарып, кейіннен совхоз болып тарқаған екен, жұмыссыз қалғасын. 96 жылы бұл Алматыға Министерство оборонаға барып, сөйтіп сояққа жұмысқа сұранды. Жұмысқа сұранып, жаңағы МЧС дейміз ғой, МЧС-дің военшасына Ұзынағашта сояққа замполит полк болып жұмысқа кірді. Капитан деген званиясы бар тұғын. Сөйтіп замполит полк болып жүріп, ояқта 96 мен 98 аралығында 2 жылдай ояқта жақсы жұмыс істеп жүрген. Ақыр аяғында 99 жылы бас жағында ма, 99-ның қараған жақта тоже военшаста МЧС-ке қарайтын ЧП болып, біраз офицерлерді орнынан алып тастаған. Соған менің әсіл бауырымды қосып, 10 шақты офицер сояққа ауыстырды аналардың орнына. Сөйтіп, сояқта 1 жылдай ақ қой жұмыс істеді ау. Пришахтинск деген жер Қарағандының қасындағы. Сонда талай солдаттар сол кезде қашу мо деді ғой. Солдаттар қашып кететін ді ғой. Сөйтіп Шымкентке де 1-2 мәрте келді үйге. Солдаттарым қашып кетті. Түлкібас ауданының тағы бір жердің солдаттары деп, соларды іздеп келдім деп, біздің үйде Шымкентте 1-2 мәрте болды. Мен ол кезде 96 жыл Шымкентке көшіп кеткем. Сояқта тұратындығым. Ол 99 жылы үйге 2 мәрте келді. Солдаттарын қуып артынан. Сөйтіп тауып алып кетті. Сөйтіп жүргенде, енді халықтың бәрі біледі ғой. Сол Ауғанстанның кесірі. Ауғанстанның кесірі деп есептеймін, өйткені предсмертный запискасында бәрін жазған. Осылай мен кошмары снится дейді, түнімен ұйықтай алмаймын. Что за болезнь, я не могу объяснить деп, бала шағасын заранее 3 баласымен әйелін ауылға жіберіп, содан өзін-өзі өлімге қиған ғой бауырым. Түсінбедім мен. Сөйтіп, өзі 4-ші этажда тұрады, 5-ші этажда шатаққа шығып, өзін-өзі асып өлтірді. Ол енді 2 адамның қолынан келе берген дүние, өйткені сәл қиналса аяғын ұшын тіктесе, 4-5 сантиметр аяғын бүйтіп, жаңағыдай сол жағына жерге тиетіндей де возможности бар екен. Бірақ татуы өзін-өзі қиғаны, аяғын тіремеген де, сөйтіп, осы өмірмен, бұл өмірмен қоштасты бауырым. Просто мен өзім оны естігенде шок болдым. Шәкең ағам Астанада жүреді, сол барып, Пришахтинскіге көзімен көріп, бәрімен сөйлесіп, сонымен денесін ап келді, бәлзамирит етіп, запискасын оқытты офицерлер. Енді орада өз қолымен жазған бәрін, ешкімді кінәламаймын деп. Сол Ауғанстанның кесірі бәрі. Түнімен ұйықтай алмайтыны. Содан менде 2 ай күттік, дүние мүлкін әкемегеннен кейін өзім бардым мен. Мекемемнен машинаны алып, өзім барып Пришахтинскіге. Сонда офицерлер айтты ғой, біз Асекеңнің соңғы тілегін орындай алмадық. Дүние мүлкін үйін жеткізіп бере алмадық, аға кешіріңіз деп. Сонда көрдім ғой жағдайларын. Бірақ енді маған түсініксіз, осы күнге дейін өзін-өзі қалай өлімге қиған. Қазір соғыс көрген менің бауырым түгіл, 12-де бір класс маған балдар өзін-өзі мойны асылып өліп атқан кезде таң қалатын дүние жоқ сияқты. Сондықтан Әуезхан бауырым, әсілдің қалай қайтыс болғанын білесің ғой өзің де. Артындағы 3 баласы, әйелі, оғанда қарамастан өзін-өзі өлімге қию деген, Алла өзі берді, өзі алады дейміз ғой, бірақ сонда да мына жағдайға мен өзім
сол кезде де түсінбегем, қазір де түсінбеймін. Карагандийский вестник деген газетке шықты тақырыппен проклятие воинской части погубило жизнь капитана Сейдахметова деп. Погубила жизнь его замполита дейді. Полктың замполит болған ғой. Суреті тұр, бәрі тұр. Бір как будто сол полкте проклятие болған сияқты. Одан кейін менің інім қайтыс болғаннан кейін әкеліп молда әкелген, попты әкелген, оқытқан, дем салған деген сияқты бәріне. Бірақ все равно сол жылы тағы да бір офицер тоже қайтыс болды ол частта. Сондықтан оның қатысы жоқ сияқты ма деп те ойлайсың. Бірақ өзі лично айтып жазып кеткен запискасында жазған ғой. Кошмары снится, не могу объяснить, что за болезнь деп. Значит, ол Ауғанстан соның әсері түрме ұйықтай алмайды. Қан көрген адам соғыста жүргесін түсіне кіреді. Білмеймін ғой енді. 10 жылдан кейін. Бірақ 10 жыл ауылда жұмыс істеген кезінде өздерінің шет жағасын көрдіңдер. Арасында Алматыға госпитальге барып емделіп жүрді. Тегін жатқызып Алматыда госпитальде емделіп келіп жүретін тоғам. Бірақ сол военшасқа қайттан барғаннан кейін қайтадан баяғы сесіне түсті ма, өмірмен қош айтып кете барды ғой мен бауырым. Әуесхан айналайын, бар история осындай. Менің інімнің жатқан жері жәннатта болсын. Қандай әдемі, жап-жас түріне қарасаң, суретіне қарасаң, ондайға барады деп ойламайсың. Барым осы, мен білетін Әуесхан. Өзің біл ары қарай. Қосатын жерін, қосып алатын жерін алып тастайсың. От души бәрін айтып отырмын шындықты. Келешек ұрпақ білсін, несін жасырамын. Бүкіл ауыл білді ғой кезде. 99 жылғы шілде айында келді ғой денесін. Бар жоқ 37 жас. Сол 37 жас, бірақ февральда 2 февральда 37-ге толып қойған. Мүшел жас дейін десем, мүшел жастан асты. Асқан кезі тұғын ғой. Сонда да бірақ 37 жас деп есептейміз. Сол мүшел жас, қатерлі жас деп алып кетті ма деп уайымдаймын, қиналамын осы күнге дейін.